Кайрылуу күн достар, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн өтө дамдуу ший бауырсактар дайындайбыз. Жасалуу жолу өтө оңай әрі кол жетимдүү ингредиенттерден турады. Міндетті түрде жасап көрүңүздөр. Ол үшін ұн, жұмыртқа, сүт, сары май және қант керек болады. Ең алдымен қантымызды салып, бөлме температурасындағы майымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Содан кейін 3 жұмыртқамызды қосып, тағы да араластырамыз. Содан кейін бөлме температурасындағы сүтімізді қосып, араластырып, 500 граммдай ұнымызды біртіндеп қосып, жұмсақ қамыр илей бастаймыз. Міне достар, қамырымыз осындай жұмсақ болуы тиіс. Целлофанға салып, тоңазытқышқа 20 минутқа салып қоямыз. Уақыт өткеннен соң осылай қамырымызды кесіп аламыз да ұзын жгуттар дайындап қоямыз. Бұл бауырсақтардың ең басты ерекшелігі, мұнда ашытқы және қопсытқыш салмаймыз. Міне осылай дайын болғаннан кейін, осындай кішкентай бөлшектерге бөліп кесіп қоямыз. Рецептің толық құрамын описанияда қалдырып кетемін. Сонымен қатар каналымда өте көптеген жеңіл дайындалатын тағамдар бар. Майымызды қыздырып, ший бауырсақтарымызды осылай қызартып пісіріп аламыз. Міне достар, тез арада біздің бауырсақтарымыз дайын болды. Өте дәмді шықты, барлық қонақтарға ұнады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Жазылмаған болсаңыздар, каналға жазылып, пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған айым ас болсын.